Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сұмдық жағдай. Әлеуметтік желіде таралған Түркістан облысы Сауран ауданының полиция бөлімінде түсірілген видеоматериал болатын. Онда 34 жастағы жергілікті тұрғынның жан ұшыра айғайлаған дауысты анық естіледі. Белгілі болғандай, дәл осы 34 жастағы азамат мал ұрлығына күдікті ретінде аудандық полиция бөлімшесіне алып келінген. Өзінің айтуы бойынша оның басына полицейлер полиэтилен пакет кигізіп, әбден ұрып соққан көрінеді. Сондағысы жоғалған екі қойды оның мойнына ілгісі келген екен. Оқиға биыл ақпан айында болған. Облыстық полиция департаменті болса, азап көрген ер адамның мал ұрлығына қатысы жоқ екендігін айтты. Жәбірленушінің үстінен қозғалған қылмыстық іс тоқтатылған. Ал оны азаптауға қатысы бар деген күдікпен 5 бірдей полицей ұсталған екен. Бәрінің үстінен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шашал десе бас алатын біздің осындай әлімжеттік көрсетуші полицейлер елдің, халықтың тәртіп сақшысы бола ала ма? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.